Assalamu alaikum. Эфирде заман октябрьнын 24-ы Карамышгалинын 1335 күні студияда Мавиле Мухтарова çalışам. Рифат Чубаров, АХТМЧ ГОС ве Заур Смирнов. Февраль 26 давасының шатлары оларақ сорғуға чекіле біле. Бұны махкем етілген 5 Қырым татарының адвокатлары істей. Февраль 26 давасының невбеттегі махкеме отырышы жұма күні кечірілежек. Түневін имайы тарафының 3 шаты сорғудан кечірілді. Олар меджлис реберлерінден ич бұрысы қалабалықларыны тешкіл етмеді деп білдіргенлер. 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым Юқары Шурасының бинасы оғынде Украина ве Русия тарафдарлары чатышқаныды. Ярамада запт етілген соң Ишғалжы прокуратура Қырым татарларының чатышмаларыны тешкіл етмесінде қабатламаға башлады. Никаких преступных планов, как это описано в обвинительном заключении, никто им не представлял до этого, никто им не говорил, значит, оказывать неповиновение милиции на тот момент, что милиция была украинская, защищала тоже так, соответственно, значит, безопасность по законам Украины. Речь шла о мирном митинге, на который должны были прийти люди, в том числе и члены Меджлиса, и просто высказать свое мнение на тот момент. Русиялилер Ишғал аланыны кенешлетежек ола. Ишғалжылер Сывашқа көзатты. Бұны Украина президентінің Қырым Мұхтар Жумхуриетіндегі векілі Борис Бабин білдірді. Мемур яқында олған қауғаны мисал оларақ кетірді. Екі Русия сыңыр гемісі чүрік деңізге қарап, Украин балықчылары тұтқан балықларыны алып кетті. Хырсызлықның кезлемеге істеген Русиялилер өз күтлеві хабар басталары өзерінден Украинлеріні ясақланған авнен оғырашқанында қабатлады. Украин балықчыларының лицензиялары бар, олар Қазақ деңізі ве Сывашта балық тұта. Біле. До берегу підійшли два катери Програнслужби ФСБ РФ, вилучили з води законно там розташовані засоби лову разом із рибою. І після того, як українські прикордонники наблизилися до них, вони втекли на тимчасово окуповану територію АРК, саме в село Мисове, разом з засобами лову і з рибою. Після цього росіяни зрозуміли, що за з'їдену рибу із поплюженої сітки слід буде відповідати, мабуть. І вони викатали фейкову заяву про те, що вони нібито борються з браконьєрством в Севашу і розмістили це в російських засобах масової інформації. Олар Путиннің Қырымға келгеніне қуанғаны да шын десе Кремль режимі оларны евлерінден қуа. Русия Мудафа Назірлігі семезде отырған 4 қорантаны евлерінден чықара. Оларға соқақта қалмаға теклиф етілі. Отырған ерлерінде есе құручылық япажа құлалар. Тафсилатлы Джелев хамызда тариф етілі. Люди живут 40-50 лет, тут уже 3 поколения сменилось. Дети маленькие, грудные. Бұл видеоны Қырым сәкелерінің бірі дерчеті азбардая жыған 4 қорантадан учунде құндақ бала бар. Сәкелерінің айтқанын акуре олар мында чоқ вақыттан берлі яшай ве евлеріне керекли весіқалары бар. При Украине мы тоже жили более-менее. С приходом в Россию мы исчезли из всех документов. Елена Иванниковаға бұл Эвана бабасындан қалды. Оларға Совет үкіметі заманында Арбишев аханеде çalışқаны үшін дәреде яшамақ үшін ордер берілген. Қырым işgal етілген сон бұл даларға Кремльнің Мудафа Назірлігі көз ташлады. Сәкенлерге бұл дәрелер еріне бірде-бір мескен теклиф етмеділер. Оларға евлерден тек шықмақ ультиматумны сеслендірділер. Они считают, что здесь сараи, что мы здесь живем незаконно, что мы просто шли и решили здесь вдруг пожить. Они нас отсюда выгоняют, они прям так на суде, их представитель, их юрист, так прям на суде и заявлял. Тот санаторий там, та территория, она работает всегда круглогодично, наша территория не работает уже много лет. Территория готовится под застройку. Евлер Арбишев аханесінен бір сыныра Мудафа Назірлігі оларының өз незаретіне алмаға істей. Инсанлар Назірлік оларының евлері тұрған топрақ бойынша азырлаған весіқаларының сақты дейлер. Головы Сибирского поссовета Николая Григорьевича Макаренко никаких действий по выдаче государственного акта военному санаторию произведено Сибирским поссоветом не было. Мало того, по факту подделки документов Сибирский поссовет подавал в следственные органы представление о возбуждении уголовного дела. Бұл инсанлар 2014 сенесі Қырым işгаліне қуванып, Русия үкіметі тікленгеніне авес олғаныны сақламалар. Я сам и на блокпостах стоял, и принимал участие в митинге в Ялте за Россию.
Ама işgalci hükümeti güzel denişmeler olacak deyip, vaat etkenlerine bakmadan gerçekleşmedi. Endi insanlar ne yerde yaşayacağını da bilmeyler. Geçenlere bu insanlara suvunu da kestiler. Rusiyanın mahkemelerinde de adaletini beklemeyler. Elvina Sidbulayeva, Zaman, ATR. Goskomunatının yanı reisi tayinlendi. İşgal etilgen Kırımның milletler ara münasebetler ve sürgün olunğan vatandaşlarının meseleleri Devlet Komitetinin yol başçısı Linur Abduramanov oldu. Bundan evvel o kefenin sözde memuriyetinde milletler ara münasebetlerinin uğraşkanı da oktyabrının 16'sında komitetinin sabık yol başçısı Zaur Smirnov istifaga çıktı. Kırımның işgalci yol başçısı Sergey Aksyonov onu faydasız çalışkanı için ariza yazmağa mecbur etken. Yanı tayinlengen Linur Abduramanov Zaur Smirnov kabul etken kararlarına teşkirecek eken. Türkiye Kiev'de cami ve Kırım'dan vaxtınca koçup gelgenler için evler kuracak. Bunu Mustafa Cemilov bildirdi. Kırım Tatarlarının lideri de ki bu hafta o Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştı. Cuma cami ve 1000 dairelik bir kaç ev için toprak damartısı tapıldı. 3 hektar toprak Kiev'nin Pechersk rayonunda verilecek. Kuruculuk işleri 2018 senesi başlayacaktır. Bu masraflarga 10-15 milyon dolar lazım olacak. Para Türkiye'nin Diyanet Nazirligi tarafından verilecektir. Sentsovga azatlık Ukrayna rejissörünü Rusya hapishanesinden azat etmek talabı ile yazılı şar New York'ta açıldı. Aktsiyani Pussy Riot takımının iştirakçısı Maria Alyokhina teşkil etti. O video ve foto resimlerini Facebook'ta derç etti. Alyokhina'nın aytkanına göre ona Oleg Sentsov'nu tanıgan Amerika failleri yardım etti. Rusiyada 2 Ukrayna turisti gayip oldu. Rostov-na-Donu civarında onlarla bağ uzuldu. 25 yaşında Alexander Babinets ve 28 yaşında Sergey Velev 2 ay devamında avtostopnen seyahat ettiler. Erkekler Ukrayna'dan Kazakistan'a Rusya üzerinden geçkeni de sonra Rusya'ya gelip Dagestan, Çeçenistan ve Şimali Osetiya üzerinden Gürcistan'a barganlar. Sentyabrının sonunda Ukrayna turistleri evge yol aldı. Oktyabrının 7'sinde ise onlar tuğanlarının bağlanıp gayip olğanlar. Ukrayna hukuk koruyucuları erkeklerini halkara seviyede kıdırmak için Interpol'a müracaat hazırlay. Ukrayna konsulu Rusiyanın Krasnodar sizosunda tutulğan Pavel Gripni ziyaret etti. Koruşov bir saat sürdü. Ukrayna konsulu Tahıgat izolatorunun talabı ile Rusça laf etmege mecbur oldu. Pavel Grip hasta olğanı için her gün belli bir tedavi görmeli. Rusya hekimleri ona ilaç verdi, lakin faydası yok eken. 19 yaşında Pavel Grip avgust ayında Rusya'da olğanda FSB tarafından kaçırıldı. Rusya'da onu terrorizmde qabatlaylar. Donbas dünyada en çok mayın koyulğan regionlardan biridir. Bunu Birleşken Milletler Baş Katibinin yardımcısı Ursula Müller Ukrayna'daki humanitar vaziyet hakkında briefingde ayttı. Onun fikrince atı alanında patlayıcılarının sayısı pek büyük. Bu sebepten yıllar devamında regionun inkişafı zarar görebilir. Mesele halletilsin dep mayınlar alınmağa başlamalı, insanlar ise haberdar olmalı. Geçken günü düşman Minsk anlaşmaları yasak etken mayın atıcılarını keyine kullandı. Bir Ukrayna askeri yaralandı. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемиря. Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння, не забороненого мирними домовленостями. Эхо Москвы радиосының алып барыжысы Татьяна Фельгенгауэрны пычақлаған Борис Грицның муаририетке кіргенini көстерген видео пейда oldu. O бекчеге келіп визиха көстере, соңра газ құтысының шығарып қарауының бетіне сепіп кече, bundan соң еркіші Татьяна Фельгенгауэрге үжім етіп, бойнundan пычақлай. Журналист хаста ханеде болуна, ләкин әкімлерінің тахменлері güzel, бүгін тақиқат махкемеден Борис Грицның незарет алтына алмасыны істейжектір. Авропа шурасы журналистке епілған үжімден ачуланып, Русия әкімиетіні bu адесені тезже тақиқ етмесіне шағыра.
Чеченистанда Русия забеті дорт ортағына атты полдорда. О казармада олып пулемет пыштауындан атеш açты. Арби іштен бошатыла жағыны білген екен. Сілі алып вазиетні үгренмеге кеткен Сарғош забет башта команданы соңра 3 аскерні аты полдорда. Бөлік невбетшісі оны да олдырда. Ерменистанда есе Русия аңлашмалы арбейі ортағыны ве ұзыны олдырда. Аскер сіляны теслим еткенде диққатсыз олып автоматтан атеш açты. Ксения Собчак Қырым ақында не түшінгеніні айдынлатты. Русия президенті сайлауларында намзет көстережегіні білдірген алып барыжы халқара құқық жетінден Қырым Украинаға айт деп қайдетті. О, бұл меселеде мұнақаша япмаға чағырда. Бұндан evvel Ксения Собчак Қырымның тағдырыны инсанлар белгілемелі деп айтқаныды. На конкретный вопрос я даю конкретный ответ. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. Чех Cumhuriyeti'nin президенті журналистовы үшін селянин мақтанда. Милош Земан журналистлер үшін yazılı Калашниковның копиясını çıkardı. Оқуқор чалайчылар ве журналистлер бұл шақасыны беген-мегенлер Чех президенті журналистлеріні ирін деп азландырғаны да. Май сайында о Русия президенті Владимир Путиннен көрішіп пек чоқ журналист келгенін айтты. Соңырада базыларына жоқ етмек керек деп шақылашты. Украинлер оны Қырым бейанаты себебінден танай, бірқаша авта евелсі о Украинаға Қырымны Русияге беріп, оның еріне газ яды жермай алмаға теклиф етті. 5 инсан Японияда тайфун нәтижесінде илак олды. Олар машиналарында олып суға батқанлар, яда биналар еқылғанының құрбаны олғанлар. Ел сүраты саатта 198 километрге етейді. Афат мемлекетінің ғарби ве меркези районларына қаплап алған. Ава лиманларында 100-ден зиеде ава сефері ләғу етілді. 94-нчы доған күні көкте Пенсильвания сакені торынларын берабер зембилнен секірді. Элі Кэмбл 3 километр yüksекілігінден секірмек бақшышыны торынларындан алған. О баяға азырланды ве екімлерінің рұқсатыны алған еді. Ветер был просто ужасный, но было чудесно и мне очень понравилось. Вы знаете, я сделаю это снова. Шымдылық бұл соңғы хаберіміздір. Яңа хаберлерінің білмек үшін заманны сейретіңіз. Невбеттегі яйынға бір саттан аз қалды. Атырден айрылмаңыз. Көрішмек үзірем.